Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Дарын KZ. Бүгін бізде қамал салу проектін жалғастыратын боламыз. Бүгін біз мына жақтағы тұрған нелерге шатырын істеп қоятын боламыз, кейін үй салатын боламыз. Ал сендер құротпай тегін лайкты басып тастаңдар, және де видеоны өткізбей көріңдер. Мына жаққа бұлайынан ағаштарын қоямыз, кейін бұл 1 2 3 4 5 етіп, мына жақты да дәл осылай 1 2 3 4 5 етіп істеп қоямыз. Қазір сәл көп уақыт кетіп қалуы мүмкін бұларды істеуге, ал мен видеоны сәл созбай бұлардың төртеуін біраздан соң істеп тастайтын боламын. Қазір мынақа өйстіп қоямыз, барынша әдемі қыла беру керек сарайды, бәрін таң қалатындай қылып. Бұлайынан көтереміз 5-ке дейін. Кейін соңында бір сыртынан көреміз, әп-әдемі болған бір рет көріп жіберейік. Мен мына жерге 2 қойып қойдым, қазір сындырып алайын. Бұны киркамды инвентарымнан алып, бір сындырып аламын. Кейін дәл осылайынан істеп, қайталап істеуге болады. 1 2 3 4 5. Осы решетканы қиында қою, сәл қиналып қаласын. Енді біз жанынан бір қосып, сәл шығып тұрсын деп атқам ғой. Міне істеп тастадым. Енді екіншісін істеуім керек. Мынақа енді нелерін қойып тастайын. Лестница, 2 жерге лестница көтерілуге қойып тастайын. Енді бізде мынандай блок болған соң бұдан 2 қою керек. Үстеп қойып қойдым. И сосын бізге арғы жаққа қоя салу керек. Арт жаққа керек емес шығар. Біз тек алды жақтан шығамыз. Біреу қойын. Мына сындыра салайын. Енді мына лестницаларды алып қою керек. Енді біз біріншісін біттік, енді қалған 3 қалды. Осы 3-і, мына біреуін тез істеп тастайын. Тезірек уақытты үнемдейміз. 2 ойына қойылмай нервмат дейді, 5 болды да. Бағанағыдай дәл осылай жалғастырамыз. Мұны да үстіп бірден істеп тастайық. Тез істеу керек жалпы. 3 4 5. Міне аяқтап қалдық достар. Мен Майнкрафт қана емес, Black да ойнаймын. Black ойнайтындарың бір комментке жазып кетіңдерші. Егер де Black ойнайық десеңдер, айтыңдар. Мен сендермен ойнайтын боламын. Black негізі өте мықты ойын. Бірақ қатты дамымаған. Мен мына төртеуінде бітіп тастадым. Істеп жүргім келмеді, сендерге видеоға түсіріп. Сосын тез салдым нерге, енді үй салатын боламыз. Дәл осы жерден бастайын, жарты жерге басқа, бір жағына егін істеп қоямыз. Бір жағына білмеймін, істейміз ғой. Достар, сосын мен сәл білмей тұрғаным, мына Майнкрафтты достарыммен ойнау керек еді. Осы менің серверімді бір ойнайтын серверге айналдыру керек. Жалпы адамдар кіре алатын серверге да. Бұны айналдыруға негіз болады деп естігем. Соны білмей жатырмын. Араларыңда істей алатындар болса, комментке жазып кетіңдер. Достар, бізде алдыңғы видеоларда 50 лайк болмай жатыр. Бірақ та мен сендерге видеоны шығара беремін.
Сендер лайктарыңды баса беріңдер. Қанша болса сонша болсын, бірақ сендерден қолдау күтемін достар. Мен сендерге видео түсірмей қалып кетпеймін. Мен түсіре беремін. Тек қана маған лайк жинап видеоны соңына дейін көріңдер. Қазір менде бір задание болып тұр. YouTube'да 4000 сағат қаралым жинау керек. Сендердің әрқайсыларың видеоны өткізбей көретін болсаңдар, маған өте жақсы болып кетер еді, себебі 4000 сағатқа жету қатты қиын емес, 1 жылдың ішінде жетуге болады. Біз 6 айда жинап қоюымыз мүмкін. Ол сендерге байланысты. Сендер видеоны өткізбей көрсеңдер болды. Мына жерге айналарын істеп қоямыз. Қазір менде 100 ғана сағат жиналып тұр. Әлі бұдан да көп жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. Ол үшін сендердің көмектерің керек. Онда видеоға оралып, мына жерден айналарды істеп қоямыз. Бұны да көп уақыт алмас үшін, мен үшін көп уақыт, сендер үшін 5 секунд. Үшін кетті, біз қолымызды бір сілкісек, журналар істеліп кетеді. Мұна жерлерді істей салайын енді. Қазір үйдің ішін өзім бүтіп тастаймын. Білмеймін, қазіргі бөлімде үйдің ішін істемеймін деп ойлап тұрмын. Келесі бөлімдерде уже үйдің ішін безендіріп, әдемі ғып істеп тастаймын. Қазір көреміз. Мұна жаққа тез қойып тастайын. Уақытты алып кетті, бірақ та сарай әдемі шығып жатыр. Достар, мен сендерге бір бітіріп көрсетемін. Айтпақшы, жерде қалып кетті? Біткен соң әдем болады деп ойлаймын. Және де бұл үйдің 2-ші этажы да бар. 2-ші этаж болғандықтан 3-ші бөлімде бар деген сөз. Онда хоппа деп үстіп бітейік. Міне үйдің айналарын істеп қойдым. Мына жерде есіктер тұр. Мына жақтан бірінші кіргенде міне іші аппақ болып, әп-әдемі болып тұр. Енді мына жаққа кіретін болсақ, мына жақтан орталыққа кіре аламыз. 2-ші этажда менің спальням 2-ші этажда болады. Міне орталықтан бұл жерге ар жақтан кіреміз әзір. Мына жерге ес қойылмай қапты ғой. Кейін қоя саламын. Міне орталыққа үсіп кіріп кетуге болады. Достар, енді осы жерден видеоны аяқтаймыз. Сендер лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңдар. Және де тіркеліп те қоясаңдар, себебі менде қызықты контенттер шығады.